би тобы құрметті ағайын. Көкем мен апам осы жерде тұрса, Сәкең мен Бәке анаяққа барып тұрыңыздар. Анаяққа барып тұрыңыздар. Тұрыңыздар, сояққа барып тұрыңыздар. Бер қарап тұрайық. Құрметті ағайын. Қазір төрде тұрған менің Нақып көкемнің қос қыраны. Оң көзі мен сол көзі, көзінің ағы менен қарасы. Біз енді өзіміздің перзентімізге келген кезде қазақтың сөзі бар. Өзгенің перзенті жыласа басым ауырады, өзімнің перзентім жыласа жүрегім ауырады дейді қазақта. Осы балдарды өсірдіңіз, өндірдіңіз, бақтыңыз, қақтыңыз. Тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, елдің ұлығы өсірді екеуіңізді. Осы күнге дейін Сәбитті не деп еркелетесіз, апа? Сәбиток деймін ғой. Сәбиток. Көке, сіз не деп еркелетесіз? Сәбиток деймін. Сәбиток дейді. Енді біз ананың да әкенің алдында бала екеніміз хақ, Сәке. Қазір сені Сәбиток деп еркелетеді, сен анаңды, әкеңді Сәбиток деп құшақташ. Елдің алдында көрейік. Еркелет шақырыңызшы балаңызды. Тоқта, бірінші бала көкемдікі. Ана кенжеңізге дайындалып тұрыңыз. Еркелет шақырыңызшы көке. Ай, Сәбиток келе ғой. Ал кеттік. Сәбиток келе жатыр құрметті дәулетім, анам менің жәннатым, бауырларым қанатым. Стоп. Үстіп еркелейсің ба сен? Өле, үстіп еркелейсің ба? Жана, мынау жоқ үйдің үлкені болғаннан кейін еңбек қор болып кеткен ба, не болып кеткен мынау? Өмір сүрудің қол. Келіңіз, келіңіз, құттықтаңыз әкеңізді. Елдің алдында үлгі болайық. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннатым. Ай, бәрекелді. Енді Айсұлу апа, мынау тұрған жігіт, сүттің нәрін алған жігіт анау. Сәбитке біразын бермей қойған шығарсыз. Бірақ осыны Қажымұқан секілді өсірдіңіз, өндірдіңіз. Бүкіл тәтті осының аузында кетті, дұрыс па? Өзіңіз жақсылап, ет жүрегіміз елжірейтіндей қып еркелетіп шақырыңызшы. Не деп еркелетесіз? Бағланым, жаным, күнім, айым деймін. Бұны ананы Сәбиток деп, мынаны Бағлан дейді екенсіз. Өлі, Сәбитке келген кезде Сәбиток екен. Мынаған келген кезде Бағлан. Сәбиток шалдың баласы болған ғой, атамыздың баласы. Сондай ма? Бәсе шал ұқсап қимылдаймай қалған уже. Бағланым деп еркелетіп шақырыңызшы. Бағланым, түп қалтам, кішкентайым, жан. Қошемет тұрайықшы, Бәке, мархабат. Мен шынымды айтайын, мен Бағланнан күтпедім. Мен ойладым, Сәбитке Бәкесін құшақтайды ғой бірінші. Бірақ Бағлан да әке көрген оқжанар дейді. Екі ұлыңызды да нағыз елдің азаматы. Бірінші әкенің алдынан өтетін қылып тәрбиелеген екенсіз. Құрметті ағайын, қазір заман басқа, адам да өзгеріп келе жатқан заман. Сол себепті шаңырақта әкенің абыройын асқақтататын заман келген секілді. Осындай жерде әрқашан әкенің абыройын асқақтатып, бала әкенің алдынан өтетіндей заманға оралсақ деп ойлаймын, құрметті ағайын. Әкешім, көрсеткенсің жолды бөлек, сыртқа шықсам сөздерің болды дерек. Анаға парызымыз мол десек те, әкенің әр қашанда орны бөлек дейді дана қазақ. Бүгінгі шаңырақтың орны бөлек, тұғырлы тағы, жайнаған жасыл бағы болған, есімі бүткіл отырарға белгілі ақ халатты абзал жан, менің Нақып көкеме арнайы шапалақ ұрайық, құрметті ағайын. Енді ана сөз бар ғой, көке, айтпасқа болмайды. Мықты ер азаматтың артында мықты әйел тұрады деп Айсұлу апам айт деп айтты маған. Сол себепті осы менің Нақып көкемнің Нақып боп елдің алдында жарқырап, жағасына кір түсірмей, елдің азаматы қып баптай білген Айсұлу анама дуғол шапалақ. Ана жан ойнап күлші тойыңда. Енді былай, енді ойынның қызған сәті.
Сен мама жаққа өтті. Сіз папа жаққа өтті. Шалдың баласы деген сайын серьезный болып қапсыз ғой, сәке, тыныштық па? Енді бұлай. Оң жақ бет Айсұлу мен Бағланның группа падешкісі, сол жақ бет Нақып көкем мен Сәбитоктың группа падешкісі. Бірінші Нақып көке сіздің группа падешкіңізден бастайын. Нақып көкем менен Сәбитоктың группа падешкісі бар ма? Жаным, рахмет сіздерге. Міне, абырой деген осылай. Бағлан мен Айсұлу апамның группа падешкісі бар ма? Стоп, сатып аған. Сатып аған көрініп тұр. Былайрақ тұрайық. Сіздер былайрақ тұрыңыздар. Енді қазір орнымызда отырамыз. Ешкімді қинамаймыз, құрметті ағайын. Мына көгілдір экранға қарайсыздар. Бірінші Нақып көкем менен Сәбитоктың группа падешкісі бастайды. Қандай бейнероликте іс-қимыл болса, сол іс-қимылды қайталасаңыздар болды, мен подаркын берем де жіберем. Мысалыға, бірінші іс-қимыл Сәбиток менен Нақып көкемнің группа падешкісі. Маэстро жібер. Жібер кәнекей. Көк жигулик, көк жигулик. Исландарды sevgimiz көк жигулик. Құшны қызғанарды сен. Алматыдан келген әпшеміз билеп келеміз ортаға. Маэстро. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жоғынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса, шаң шығарып ортада. Тез келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Алматының тілімен здравствуйте. Так, жаңа қандай подарок? Мына подарок, міне. Әшейін орныңыздан тұрып өнер көрсеткенің үшін, міне. Болды. Көрдіңіздер ғой, я? Ай, мынау жаңа қандай еді? Топтың аты абзал жандар ма еді? Қандай еді? Мейірімді жандар. Жаным, бәрі ашуланып бара тұр ғой. Мына 100 грамм кірген сайын жота. Мейірімді жандар бастаған Айсұлу анамыз бен Бағланның группа падешкісі біз бастаймыз. Көгілдір экранға назар салайық. Жібер. Қуанып кейде қаламын, қуанып кейде қаламын. Қағайларын ата-анамның ардына беріп барамын. Қуанып кейде қаламын, қуанып кейде. Стоп! Барын саботқан аға келіңізші өзіңіз. Кеттік, маэстро, музыка жібер! Биғайда! Хей! Ша! Хей! Стоп! Мынау сізге, мынау жеңшеме, қуыс үйден құр шықпа дейді қазақта. Болды, отыра беріңіз. Болды, оңай. Көрдіңіздер ғой, келесі менің Нақып көкем мен Сәбитоктың группа падешкісі. Мына кісілер орнынан тұрып атыр ғой, шок қылып столдың үстіне шығайықшы, құрметті ағайын. Жібер, маэстро! Жібер! Есімнің Балғариса емес Балқия, құлбаса билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, есімнің Балғариса емес Балқия, құлбаса билейікші кел бір партия. Стоп! Мына жақтан біреуін кеңдерші. Өмірі осы жақта отырған столды ешкім байқамайды. Кеңдерші біреуін шығыңдар, билеп шық. Билеп шық Стоп, рахмет. Тур, сіздің биіңіз ана шыбын қуалап жүрген сияқтысыз. Сезоны басталып кетті ма уже? Бәсе, қаяқта тұрасыз? Осы шәуілдірде? Қай жерінде? Әпшемнің үйінің қасында жездем екеуінің. Көрішсіз ба? Не, адам миын ашты ба, әпшем үйінің қасында жездем екеуміз деген нес? Жан, манаяққа бара қойыңыз, жан, бара қойыңыз. Шыбын қуалап күннің ыстығы да өткен сияқты сізден. Келесі Бағлан менен Айсұлу анамыздың группа падешкісі. Жібер, кеттік, бәріміз бірге.
біреу шықсыншы. Және мына столдан біреуіңіз келіңіздер. 2 адам келіңіздер. Маэстро музыка. Билеп ортаға. Сіз жұмысқа да, тойға да бір киім тігіп аласыз ба, не істегенсіз? Вакцинатор. Вакцинатор? Бізге вакцина саған сіздер ма? Деп атсаң да. Жұмысқа апармайым, кіргізбейім деп қорқытқан сіздер емес па? Сіздің мамандығыңыз? Дәрігер, Дәрігердің ішінде? терапевт. Терапевттің ішінде тек кетсең да. Божбанның ішінде деген сияқты ғой. Отыра беріңіздер. Сіздерге білмеймін ше, Құдайдың өзін ақ светті жарасымды қып берген ғой ше. Соны мен кисем албасты болам ғой таза. Шынымен ғой, аппақ кисе жарасады. Апа, не дейсіз? Мына ағайындарға бір подарка бер деп атсыз ба? Берші бір подарка, е. Мына апам мен бар ғой қазір мынау. Пияламен ба ұрат. Құлағым тыныш болсын. Бір ағайынға подарка беріп жүрші, ап жүрші. Ап жүр. Апама бер. Алыңыз, апа. Құлағына сыбырлап тамада қайт айырам деп айтты-ау деймін жота. Так, енді бұлай. Құр биден еш нәрсе шықпайды. Қазір сіздердің тойларыңызда қолқа салып өлең айтып жарысамыз. Мысалыға, дирижердің не екенін білесің бе, Сәбиток? Білмедім. Ойбай, білмедім дейді. Мамандығы не негізі Сәбитоктың? Медицина қызметкері ма? Жаным. Бағлан айтшы, дирижердің не екенін білесің ба? Сен шашылық пісіретінді айтып тұрсың ғой сен. Бірінші Бағлан менен Айсұлу анамыздың группа падешкісі бастаймыз. Қазір кім қандай көңіл күймен келді байқаймыз. Бағлан, сен тойхананың соңына дейін барып келесің. Орнынан тұрмай тұрғандарды көзіңмен атып кет. Ертең біз де солардың тойында орнымыздан тұрмай ырысып отырамыз. Олай болса бірінші Айсұлу анамыздың командасы бастайды. Бірінші ән, жібер. Шалқып көңіл шатты күйімсің, сенің тәтті күйімсің, көңіліме түрлі ой салған. Соля сүйемсің, Көңіліме түрлі ой салған. Жана, битейікші. Аға, футбол киген аға, кеш, билеп кеш ортаға, маэстро музыка. Стоп, жаным, биде қамапты ғой же. Сіз коллектив па? Бажа ғой. Бағлан бажасы. Бағланның бажасы ма? Ойбай жаным, мә. Болды отыра бер. Бәсе, Бағланға битеп келетсің да көмектес деген сияқты. Сәбитоктың группа падешкісі. Кеттік жібергені кәй! Орнымызда тұрамыз ағашылар қайда! Бәріміз бірге! Көкемнің достары қайда! Бірге тойлап, бір өткізген, жалындаған жашағым. Талай қызық бір өткізген, қайдасыңдар достарым. Достар. Еске алысып, кел шырқайық. Жаны, әпке, келіңіз, билеп шығыңыз ортаға, келіңіз. Рахмет. Мен сізге риза болдым. Жаныңыздағының барлығын айтқызып қойып, солардан қайталап тұрсыз ғой сіз. Өткізген, нет, ары қарай, нет. Жандосым деп тұрсыз. Ырза болдым. Сіз бүгінгі тойға күшті дайындалып кепсіз. Прическаға қанша кетті айтыңызшы. Секрет тапайын. Секрет? Дым кетпеген сияқты ғой что-то. Секрет дегеніңізге қарағанда. Прическаға қанша кетті? Жасырмай айтыңыз. 10 мың? Не? Тегін істеттіңіз ба неменен? Не айтқыңыз келмей тұр? Менде ондай шаш жоқ қой, көріп тұрсыз ғой. Айтсаңызшы, қанша кетті?
10 мың. 10 мың. Прическаның аты? Прическаның атын біліп алсаңызшы. Бұл прическаның аты шәуілдір деген ат. Машинадан терезеден басын шығарып отсаң осындай бүгіді болып қалады осылай. Так, келесі Айсұлу анамыздың группа поддержкасы жібер. Арман қуған, қиял қуған кезін қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзін қайда. Құдалар қайда, құдалар, орнымызда тұрайық, орнымызда тұрайық. Қайда, қайдасыңдар құрдастар, күз дәуірдің мөлдіреген. Жана, мына қызыл көзділіктегі құдағи ма? Кел шықшы, билеп шықшы құдағи, келіңіз. Маэстро музыка. Саламатсыз ба? Ата-аналар жиналысына қош келдіңіз. Мына ата-анаға, ойбай жаным, сіз жақтан ба? Білмеймін ғой, бірден чемодан шығардың ғой. Құдағи, атыңыз кім болады? Салтанат, ортаға кеңіз. Салтанат, қыздың көзі қызылда деп құлпырып кепсіз бүгін. Бір айналыңызшы көйлегіңіз, бір елге көрсетейік, күшті дайындалып кепсіз. Не деген көйлек, құрметті ағайын, бір қошемет ұрайықшы. Мына көйлек, это вам не алаш, это вам не самал, не автонұр. Это чистая турецкая қарғос десеңдер. Құдағи, сіз қай келін жақтан боласыз? Осы үйдің ең үлкен апасын келін. Ойла, ала бер, болды, бара бер, жан. Сол апама сеніп шығып келатыр екенсің да сен де. Именно сол кісінің адамдары шығып атқанын айтам да. Ана қазір ана кісінің адамдарынан құтыламай атыр қой, жаңа Қазақстан деп ше. Сол кісінің адамдары шығып қабатыр да. Енді бетейікші, құрметті ағайын. Біз іздейміз Айдары. Арамызда 10 перзенті бар асыл ана, батыр әке бар ма? 10 перзенті бар. 9 перзенті бар асыл ана, батыр әке бар ма? 9 перзенті бар ма? 9. Қаяқта? Келіңіздер, шығыңыздар, ел көрсін. Кел, жақсы подарок дайында келін. Шығыңыз. Рахмет. Атасына қоқы, ел үшін тудыңыз. Шығыңыз апа. Ел көрсін сіздерді. Келіңіз апа. Жаным, өзі 9 перзент, 10 перзент туғандардың жүресі осындай Платнойский болады өзі. Деп жүреді. Қош келдіңіздер. Аттарыңыз кім болады? Қанша перзент бар Алланың берген? 10. 10. Қанша перзент бар? 9. Ей жаны. Не, жассыздар ма, бір жылда ма? Ерте тоқтатқан екенсіздер, е, апа? 10 перзент, Құдай қаласа үйлі жайлы ма? Рахмет. Мынау арнайы өкіметтің және той иелерінің атынан, апа. Рахмет, отырыңыздар. Еш нәрсе дей алмаймын бұл кісілерге. Енді келесі біз іздейміз Айдары. Бүгінгі тойға күйеуімді қызғанбаймын дейтін күйеуімен келген әйел бар ма? Өз күйеуін қызғанбай, күйеуімен келген әйелі бар ма? Бар ма? Қол көтерсін, шықсыншы. Бар ма? Рахмет. Қош келдіңіз. Күйеуіңіз бар ма? Тоқтай тұр. Қанша жыл болды отан құрғаныңызға? Ойбай, немене күліп атсың? Отан құрғандарыңа қанша жыл болды? Үйленгендеріңе қанша жыл болды? 14. 14 жыл. 14 жылдың ішінде мүлдем қызғанған жоқсыз ба? Жоқ. Күйеуіңізді көрсек бола ма? Қай жерде? Күйеуі тұрсыншы орнынан. Күйеуі қай жерде? Ей, жаны, қызғанатындай емес екен ғой, ей. Аға, әзілдеп батырым, келіңіз ортаға. 2 подарка берші, бір ер азаматқа бар ма? Кел, шапалақ қайда? Міне. Ей, жаны, нағыз өмір осыныкі.
әйелі қызғанбайды. Мынаны сізге, мына үстіндегін сіз алыңыз, үстіндегін сіз алыңыз, мынаны сізге. Сіз айыпқа бұйырмаңыз, құрметті ағайын. Ер азаматын қызғанбай, елдің азаматы қылып, жанында ұстай білген осындай әйел азаматшалар көп болсын. Қазақта сөз бар. Хей! Кетіріға! Мен үшін туғандай шулап атсыңдар ғой жүді. Қазақта сөз бар. Тіл аузым тасқа дейді. Тәй-тәй басқан баланы көрсе қазақ, жұбы жарасқан жанды көрсе, сұлулығы бар қызды көрсе, тіл аузым тасқа, тіпәйт жаман деп ырымдағанбыз. Тіл аузым тасқа. Осы кісілердің немерелеріне сіздердікіндей махаббат нәсіп етсін дейміз. Аман болыңыздар. Болды міне. Жаным ай, үйге барып жеңше миын жеп атпаңыз, неғып қызғанбайсың мені. Так, ендігі біз іздейміз Айдары. Бүгінгі тойға күйеуінің миын жемей, әпкемнің болмаса подружкамның киіммен бара салам деген әйел бар ма? Бар ма? Шықшы. Бар ма? Шығыңыз, кеттік алмайасыра. Сендегі бір қыран енінде енді шығара, қадырын жүзгеді бәрәне дақалар соң. Сендегі бір қыран енінде енді шығара. Кімнің бұл паши? Сіз тошына кептір. Кімнің киімін алдыңыз? Дұрыс, өте дұрыс. Зәурепшемнің. Молодец. Зәурепшем осы жерде ма? Жоқ, Әбілдің қасында ұқтап отыр. Жаным, оның киім, последний киім сіз әкетіп қағас қалай шығады ол кісі? Мынау сізге. О да 52 кет, мен де 52 кием ғой. Молодец, көрдің ба? Размердің бірдей болғанның қандай пайдасы бар екен, көрдің ба? Ертең үйге бар да, әпше сіздің киіміңіздің арқасы падар күтіп алып, қандай киімің бар деп сұраңыз тағы. Жаным. Мынау неғып, бір өзі сап-сары киіммен жүр, мынау мейірім жандардың ішінде. Құдағи ма? Ойбай жаным, мейірім жандар жаңа, сіздер қастарыңыз ақ бекесіздер ма? Құдағи, абайлаңызшы, құдағи, болды, құдағи, абайлаңыз. Құдағи, абайлаңыз, бұлар жабылып, жоқ қылады. Так, келесі, біз іздейміз Айдары. Көке, қай жылғы едіңіз? 62. 62-лердің атынан. Қатынынан зардап шеккендер бар ма? Еркек бар ма сондай? Әйелінен зардап шеккен еркек бар ма? Біраз ағаларымыз шыққысы кеп өліп отыр. Әйелінен зардап шеккен еркек бар ма? Шық бері! Жана! Бар ма? Дұғы жетпейді оның, дұғы жетпейді. Дұғы жетпей қалды. Бір мощный подарка дайындаш, зардап шегіп жүрген адамға берейік. Әйелінен зардап шеккен еркек бар ма? Келіңіз көке. Жаным ай. Hamalımdan şey, hamalımdan hamalımdan Жағдайыңыз жақсы ма көке? Жүдеп кетіпсіз ғой. Жеңшем осы жерде ма? Осы жерде бірден қорқып кеттіңіз ғой, жеңшем деп едім, осы жерде дедіңіз ғой. Жеңшем көрсем бола ма? Мына кісіні зардап шектіріп атқан қандай әйел екен? Ойбой, мейірімді жандардан шығып атыр ғой бұның бәрі. Ана қазіргі блогерлер сондай болып атыр ғой, естіп атқан шығарсыздар, я? Мейірім жандардан шығып атыр. Көке кеңіз. Сізге айтар лайфхак, советім. Ойбай жаным, ойбой жаным ай. Ойбай, мынау кімнің қасында айналайын ау? Мына кісі біріншіңіз, екіншіңіз бар ма? Өзіңізден бар екен ғой көке. Жаным, зардап шегетін дейіңіз бар екен. Қайсысы екіншісі? Кеңіз, өлі жаным, екеуі де өз зардап шектіретін де екен ғой өзі. Сіздің де вкусыңыз жаман екене. Бұлардың берген зәбір мынандай ғой. Сен үйде отыра бер, мен жүгір барып келем дейді. Сонан кешке жатарсы кезде бірақ тіледі ғой. Жаным, мен анау әкімшілікте істемеймін бұндай нелерді қабылдаймын. Арыз шағым қабылдамаймын аға. Мен адвокат емеспін. Жаным, зәбір шектіретіндей ғой, не деп келді ғой екеуі, не? Жаным, көкем, бүйтіңіз, қараңыз. Үйде сізге ұрсып зәбір шектіріп атса, кетем деп қорқыттыңыз.
сізге мына чемодан бекер беріп атқан жоқпын. Кетсең кете бер десе, Арыстан бабқа жаққа барып отырыңыз көке. Не дейін басқа? Басқа қайға барасыз көке? Ағайын да кіргізбейді қазір. Ай, қалай көмектессем болады екен, а? Қарттар үйде толып қалды десең да. Жаным, мына екі кісіге, зәбір шектіргендерге. Мына потерпевший мына кісі. Мынау зәбір шектіргендер не дейді адвокатский тілмен айтқанда? Не дейді нет? А? Не дейді? Қаншер? Не деген ат мынау қаншер деген, Құдай-ай. Бер қаншерлерге. Қаншер деген несі бұны? Әдемі тілде айтайық, вампир деп. Отыра беріңіздер, болды. Мына кісіге, ой, мен қолымнан ұстаған несі, ақ кетсеңдерші бұнан. Шынымен қарап тұр ғой, маған көмектесесің ба деген сияқты. Жаным, менің де үйде бір үйі бар сондай қан ішетін. Көке, өзім құтыламай жүрім содан. Миым ашып қалған көрдіңіздер ма? Құрметті ағайын, әзіл деп түсінерсіздер. Әзілің жараса атаңмен ойна дейді қазақта. Келесі кезекте әзіл ойындар бола жатар, бірақ үйге қарай асықпайықшы. Бүгін баладай көңілмен даладай дастархан жайып, алысқа атты, хатты жақынға атты жіберіп, қонақ қылып шақырып отыр, сіздерді соңына дейін болайық. Мен әрмен қарай 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли, сөз сөйлейді ендеше құда менен құдағи деп барша осы Нақып көкем мен Айсұлу анамыздың құда-құдағилары, құдаша құда балдарын Ақтілектің алаңына шақырайын. Төребек құда Мұхтар Майра бастаған, Алтынбек Гүлайым, Нұрлан, Нұртай, Нартай, Базархан жұбайларыңызбен, Ермек, Көпбай, Құрбан, Айтгүл, Қойсынгүл, Сайлау, Кенжетай, Қанат, Исатай, Әділ, Ермек, Нұржан, Бейсенәлі, Талғат, Серік, Айдарәлі, Сәбит, Ерлан, Болат, Алмат атты барша құда-құдағилар, атым аталмады демеңіздер, Құдай қосқан қосақтарыңызбен той төрінен құда-құдағилар табылсаңыздар бермен қарай ағылсаңыздар деп сұраймыз. Асыл жарым, тағдыр өзі сыйға тартқан гүлім едің. Жарсылбағым, шуағына шомылдырған күнім едің. Бүгін менен кей достарым қапа болып түңілсе де, түңілмедің, мына менен өзің ғана түңілмедің. Кешір мені, үмітімді сеніміңді ақтамадым. Кешір мені, маған не деп алдыңда мен ақталамын. Кешір мені, жүрегімде өзім салған жара жатыр. Кешір деуге маған сондай ауыр болып бара жатыр. Білмеймін мен саған бақыт бола алдым ба, болмадым ба, болмадым ба. Білмеймін мен сол бақытқа баратығым жол алыр ма. Ене болып үйден шықсам үйге қарай асығамын. Сенен шығып саған қайта сағынышпен оралуға. Кешір мені, үмітімді сеніміңді ақтамадым. Рахмет. Ал, құрметті де қадірменді, өзі қазақ, құдасын құдайынан кейін сыйлаған ел болғандықтан тойымыздың төрін арнайы сіздерге ұсындық. Қош келдіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын, осы той сіздерге де жұғысты болсын деген ниет білдіреміз. Құдалар айыптаңыздар енді. Құлақтың басында тұрғасын сөзді бірінші ап кеттім мен. Ал енді мынау бүгін үлкен той болып жатыр ғой. Бәрімізде қуаныштымыз, бәрімізде көңілдіміз. Оның себебі мынау Нақып пен Айсұлудың бүгін зейнет жасына келіп, көптің алдына отчет беріп, есеп беріп, қатасын алып, қуанышы бөлісіп жатқан жағдай бар. Ал енді мынау Нақып мемлекеттің бекітіп берген нормативі бойынша шығып асындар туры 61-ге болды жақсы. Ал енді
енді бала шақтары қызық көріңдер. Енді зейнетке шыққанда не істедіңдер? Сендер 60 жылы бостан басқа жүрген жоқсыңдар, мемлекетке қызмет жасадыңдар, халыққа қызмет жасадыңдар, алғыс алдыңдар, қызмет көрсеттіңдер. Енді соның зейнетін көріңдер енді. Бала шағалардың қызықтарын көріңдер. Енді сен айттыңыз, пенсияға шықсам болды, балға олайып ешқандай жұмыс істемеймін дедің. Рас па? Негізгі хоббиің сол сенің. Соның кейін ғой, қазір балықтың бәрі Көксарайға қашып кетті бәрі қазір. Ал енді нақып, енді зейнет алғаш кезде бәріміз асықтық, жақсы. Бірақ енді бірте қартайып, мынау көпшіліктен ажырай бастайсың. Ажырамайсың ғой, бірақ дегенмен жаңағыдегі шамалы неғып тұрасың енді. Бірақ денің сау болсын, көргенің қызықшылық болсын, жақсылық болсын, әр уақытта жүрген ортаңда сыйлы болыңдар. Енді кім айтып айтты, ренгенге бүкіл ауданның халқы бір түспей кетті дейді. Бәрі сенің қолынан өтті оңда. Маяқұмы бар, өзің білетін. Ал енді сол қызметтің алған абыройыңды алға жалғастыра бер. Алғаның абырой болсын, көргенің қызықшылық болсын, балаларға тәрбие беріңдер, үлгі болыңдар, аман есен болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Рахмет. Осы сәтті пайдаланып, мен енді сонау Төрт Қақпалы Түркістанның ар жағында Кенді қала Кентаудан осы көкемнің құдасы, өзімнің көкем, Қуандық көке өзіңізге ұсынайын. Рахмет, Амадан. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Бұған жеткенде бар, жетпегенде бар. Бала шағаларыңыздың амандығын берсін. Дендеріңіз сау болсын, ел тыныш болсын. Осындай жақсылықта тойда кездесе берейік. Аман есен болайық. Әрмен қарай құдағилар өздеріңізге ұсынайын. Көке, бер қарай шығыңыз, ел көрсін. Менің құдам Омекеңменен апам Төрекең бекерге мақтанбаған екен. Мен осы ұрпақпанан алтынды шыққан жерінен қаз деген 3-ші мәрте құда болып отырым. Әкем бас құда болып кеткен. Менің әке бүгінгі күні пайғамбар жасың құтты болсын. Құдағиымның өмірдегі алғашқы зейнеткерлікке шыққан мерекесі құтты болсын. Осында отырған ер азаматтардың барын бүгінгі күні Қазақстан Республикасы емес, Совет Союзының 18-17 облысы тойлап жатқан 80 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Тойғылассың. Тойдан Алла кенде қылмасын. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деген. Мен 100 жылдықтың тойын көріп отырмын. Омекеңе айтып кетіп бәкеңе 80бай, 90байларды көреміз ба дегенде 100-дің нұрын көресің деп еді, сол аузыма түсіп отыр. Соны еске алып, Омекеңнің аруағы қолдаған шығар, қорбаған шығар. Бүгінгі міне сол құдалардың 100 жылдық тойын көріп отырмын. Ал нәке, Алланың нұры жаусын. Алладан дәулет берсін, нұрдан сәулет берсін. Өсіп өркендей бер, құдалығымыз 1000 жылдықтан асып кете берсін. Ұрпағымыз өсіп өркендей берсін. Тойларың тойғылассың. Еліміз аман болсын. Бейбітшілік заман болсын, шырағым. Мінгенің ат болсын. Немерелердің мінгені тақ болсын, шырағым. Өмір жасың ұзақ болсын. Әумин. Көкеме, батаға бір нәрсе беріңдер. Құрғолға бата жүрмейді. Жастар қайда? Алмагүл құдағи бар ма? Алмагүл құдағи қайда? Өзіңізге ұсынайын. Дері сау өсірген бала шағың рахатын көріңдер енді. Тойларын тойғыласа берсін. Тойларынан жақсы, мен деген құдалар кетпесін. Құдаларың көп болсын. 1000 жылдығымыз арта берсін жаным. Бауырым кеу бола. Дері сау той құтты болсын. Әрмен қарай жалғастыратын жандар болса ұсынайын. Көке өзіңізде. Рахмет асаба жолдас. Құрметті тойға келген көпшілік. Бүгін Отырар ауданы Шәуілдір орталығында үлкен Омашевтар әулетінің тойы болып жатыр. Ішінде мынау біздің Нақып деген құдамен Айсұлу құдағидың 63-62 жасқа толған тойын тойлап жатырмыз. Өздеріңіз куәсіздер. Мынау құдеке 40 жыл
астан пейнет еткен шығарсыздар енді медицина саласында жаңа айтып жатыр. Енді сол пейнеттің зейнетін көріңіздер. Енді сіздер кеше 40 жыл медицина саласына қызмет істесеңіздер, енді мен ойлаймын сіздерді кешеден бастап КНБ деген служба бар әр ауданда, әр облыста. Соған кірдіңіздер ау деймін. О жерде анау залог төлемейді, бірақ кіргізе береді оны. КНБ деген білесіздер ғой, комитет народной безопасности деген. Ол ең үлкен должность совет елінде бұрын болған. А қазір қазақшасын айтқанда күнде немерені бағатын адамдарды айтады, КНБ деп. Мына енді бұдан былай немере бағасыздар. Баланы өскенше дейді, немерені дейді ғой, енді қазақша өлгенше дейді. Бірақ енді немерені бағасыздар, шөбере көріңіздер, бәрі жақсылықты көріңіздер. Сіздердің үйлеріңізде әрдайым жақсылық той болсын, омашықтар әулетінде. Осы тойларға, сондай жақсы тойларға келе берейік, кездесіп жүре берейік. Мен тілегім сол. Енді қосыламыз ба? Тыңдаушы құлаққа қарағанда билейтін аяқ көп. Мына мейірімді жандар шулай бастады жота. Енді бетейік бір естелікке суретке түсіп алайық. Көке, апа келіңіздер. Енді барша құдағиларыңыз тілеулес, тілектес болып келіп отыр ғой бүгінгі тойға. Енді келесі кезекті биге де бөлейік, арнайы шоқ-шоғынан би болсын деген ниетпенен. Не алдайсыз көке? Осы суреттен кейін біз құр қол келген жоқпыз. Ана подаркымыздан басқа, тоянымыздан басқа құда болып жүрек деген өзіміз шығарған, мен келіншегім шығарған ән бар. Соны айтуға рұқсат етіңіздер. Көп айтып жүр ана Қазақстан бойынша. Құрметті қонақтар, құрметті тойшылар, қазақ, ла иляха илlallah деген мұсылман. Біз жаңағы 1000 жылдық құда болды дегенді кейбіреу түсінген шығар, біреу түсінбеген шығар. Мені Омекең менің бауырымды алса, оның ұлы менің қарындасымды алса, оның немересі менің немеремді алып отса, 1000 жылдық болғанда қандай құда боламын? Бәкеңді еске алып, шіркін бәкең тірі болса менің қасымда тұрып, ән салып, би билеп жүрер еді. Шіркін жатқан жері жанаттан, топырағы торқа, Алладан мейірім, пайғамбардан шапағат болсын. Артында қалған ол шұпақтары өсіп өркендей берсін. Алда Астанаға жетсе, келешек осы ұлыстың ұлы күндерінде Москвадан көрейін сол шырақтарымды. Болды, көке. Мынау сізге жаңа батаңызға жаным сол. Рахмет. Жақсы жерден қыз алған дұрыс қой. Жақсы екен. Бір жақсылап естелікке суретке түсіп алайық. Тағы да бар шығар бойдақтар, айтсаңшы көкемнің інілерінің ұлдары бар дегендей. Шықса ала береміз. Ал, жақсылап естелікке суретке түсейік. Алып келген сый-сияпатымызды ұсынайық. Әрмен қарай шоқ-шоғынан би болсын, баршаларыңыз биге шақырамыз. Ал, сый-сияпатымызды ұсынайық. Аруай триосы биге шақырады сіздерді. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, қыстай ұшып барам, сүйдім сені гүлнарам. Ей, жаным деп гүлнарам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, қыстай ұшып барам, сүйдім сені гүлнарам. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Ей, ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын.
сені көрген күні көңіліме күңгірлеген күй тұнды қарақат көз қалды мұңлы сен ойлаумен бұздым талай ұйқымды күнде көрген түсімдегі періштеме тәңір өзі сиқылды сұлулардың ішіндегі жан екенсің балдай тәтті сүйкімді сұлулан қағып жүргеніңдей сүйкімді сылдыр қағып күлгеніңдей сүйкімді сымбатты да сәні билік салған әні пай пай бәрі 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 ай сүйкімді сымбатты да сәні билік салған әні пай пай бәрі 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 ай сүйкімді Рахмет. Енді құрметті ағайын, осы Жақып мырзаның жиендері, осы тойхананың иелерінің атынан арнайы сіздерге десерт асы, мороженыйны ұсынайық. Нақып көкенің жиендері, осы тойхананың иелерінің атынан. Ал, арнайы ұсынамыз мороженыйы, десерт асы. Сіздерді құрметтеріңізге. Коллективтен болсын, мейірімді жандардан болсын. Келіңіз, келіңіз, келіңіз. Ой, Ләззат әпкеміз келе жатыр. Міне, бауыры үшін қандай отқа да суға да түсем деп тұр. Дұрыс, дұрыс. Не дейсіз? От қойсаң шөше тұратсаңшы жаным. Сіз төбелеске шақырған жоқпын, сәл тыныш тұрайық та. Енді Нақып көкем үшін барымды салам дейтін ер азамат бар ма? Келіңіз, келіңіз, келіңіз. Келіңіз, келіңіз, келіңіз. Сіз де боласыз, келіңіз. Ер азамат бар ма Нақып көкем үшін дейтін? Ой! Ақыры көкеміз пенсияға шығып бара жатыр ғой, сырлас болған. Мұңдас жаным көке кеңіз. Шотана кісілердің қасынан қашып кетіп атсыз ғой қайта-қайта. Таныштық ба? Енді былай, мына жерге тұрсаңыз көке, мына жерге тұрсаңыз жаным. Ләззат әпке, мына жерге тұрыңыз. Сіз былай тұра тұрыңыз. Былай тұра тұрыңыз. Ләззат әпке, қазір ойым былай.
бәке мынаны ала тұрыңыз. Қазір ойын былай. Жоқ, Құдай сақтасын ондайдан. Әркім өз орнында тұрып, күшті билеген адам қалады, нашар билеген адам ойыннан шығады. Ең бірінші күшті билеген адамға бас жүлде газ плита. Газ плита. Бірінші орынға көке мантаварка. Андасында үйден шығып кеткен кезде керек болады. Иә деп тұрғым, мына кісі шынымен артықсаңшы көке. Жақсылап билейміз. Әпке сіз очередте тұра тұрыңыз қазір. Ләззат әпкем және көке атыңыз кім еді? Зардап шеккен көкем? Еріш. Еріш көке, маэстро музыка жібер. Айда! Стоп! Әркім өз орнында деп атырым, аға. Осыдан кейін екен да зардап шегетініңіз. Әркім өз орнында деп атырым. Орнымызда тұрып, ше? Ләззат әпке орнымызда тұрып, мақыл ма? Мына кісі қорқыты басты жода. Жібер! Маэстро музыка! Ne deydi? Assa! Stop! Мына сіздің билеген стиліңізге ырза болдым мен. Джеки Чанның стилі екен сіздікі. Шұқы балам, орныңда тұр деген сияқты. Әпке былайрақ тұра тұрыңыз сіз. Сәл дем алып алыңыз әпке. Әпке келсеңізші, кім боласыз? Не қылды? Мына кісілердің биін көріп өзіңізбен өзіңіз бүйтіп қалдыңыз ғой. Атыңыз кім болады? Перизат. Сіз қазір мына кісінің биін көріп шоковый состояниеде болып қалдым мен. Ол сәтті білмеймін деп қуып атпаңыз. Мақыл ма? Қазір көбісі шоковый состояниеге түсіп кетіп жатыр екен ғой бір жерлерде. Ержаға, жіберіңіз маэстро, жібер. Открываю двери без ключа. Айда! Налетели как саранча. Айда! Стоп! Өзіңіз біліп тұрсыз ғой, іштей сезіп тұрсыз ғой. Бір қатырған адам құсап маған қарап қояды ғой тағы ше. Не, ана бір подарка берсеңізші. Ләззат әпкемізді. Жаным, мына келін берсінші, осы білет. Ойбай, айқашу шығып кетпесін, осы білейін деп тұр ғой. Не қылдайсыз? Мантаварка берет деген несі қойып құрсын? Жаным, әпшеп, андай. Өлі, жаным, андай. Қарекет қорының жиналысында жүрген жоқпыз ғой, отырыңыз шепше. Алам дейді, ана кісі берем дейді. Танисыз ба? Бәсе, алам берем деген несі, жаным, анаяқтағылар бергізе ма сізге? Екеуі екі жағынан қысқан кезде. Жаным, әліңізге қарамай үстіп қалады екенсіз ғой. Кім бар? Айсұлу, анамыз үшін барын салатын кім бар? Бір. Так, екі. Екі жарым. Шық, кім бар? Шықсын. Шық. Гүлдерай, анау келатқан Гүлдерай ма? Шакизат, мына жерде билейсіз. Сіз осы жерде билейсіз, көке, мақыл ма? Сен де өлі ат сияқты ұрады екенсіз, сіз де бейт тұрды. Орнымызда билейміз. Шакизат против ағамыз маэстро музыка. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный час. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный час. И скакали свой. Ана кісі сияқты біраз жерлеріңізді қимылдатқыңыз кеп жатырғанын көріп тұрық. Так, бүгінгі ойында бас жүлдені жеңген ағамыздың аты кім еді? Еріш көкемізге ду қол шапалақ! Газовый плита. Ұстай тұрыңыз. Еріш көкемнен жоғар көтеріңіз. Осы газовый плитаны ұтып алатын әйел бар ма? Қасына бір кілем қосып берем. Бар ма? Кім? Шықсын. Жаны, қойыңыз көке. Ертекен ғой әлі. Жаным. Ой, мына кісі билей ала ма? Жаным, бүйтіп келатыр ғой, жүдә болмаса таспен ұрып қайтарам деген сияқты. Келатыр.
Жаным, қайықтың қызысыз сіз негізі? Қай жақтың қызысыз? Маяқұмның қызысыз ба? Сіз енді осы жерде қымыран ішіп, қымыранмен өскеніңізді көрсетіңіз. Мақұл ма? Маяқұмның қызы және Еріш ағамыз орнымызда аға. Мақұл ма? Мына кісінің жүрегі слабый орнымызда. Маэстро, музыка жібер! Стоп! Сіз ана оталамай барып оталады екенсіз, иә? Бүйтіп барып ше. Берші сәл мына деген сияқты қып ше. Сіз тез оталсаңызшы, мына кісінің уже аккумулятор отырып жатыр ғой. Жіберін. Жаны! Аха! Орныңызда! Стоп! Жаным, үйде әбден бір нәрсе жуғасың ау дейм, я? Соның әдеті қап кетіп сенде. Рахмет жаным, отыра ғой. Мына кісіні кім подстав етіп шығарып жіберді? Сен бе одан кейін сол адамға әпше? Күшті билейсің деп алдап шығарып жіберген сияқты. Кім бар? Еріш көкемнен газовый плитаны отатын кім бар? Жаным, әпше сіз газовый плитаға мұқтаждау сияқты шығасыз ба? Шығасыз ба? Жаным, мына кісі опасный. Атыңыз кім еді әпке? Айшынар. Айшынар? Күшті ат деген. Жібер, маэстро! Айшынар против ағамыз. Стоп! Сендер мылқаулар сияқты тұра бересіңдер ме сөйтіп? Бір-біріңе қарап қалайсың, жағдай жақсы десе, әпшем айтады, әдемі жағдай дейді. Сіздер сөйтіп тұра бересіңдер ме сәл бүйтін ағып? Давай, жібер, маэстро. Не дейді? Ал көке жібер! Айда! Қошемет қайда, шапалақ қайда? Жана! Не дейді? Оха! Ой, құдай-ай! Айда! Ойбай! Ей, стоп! Жібер! Стоп! Билайын болып кеттіңдер ғой екеуің. Екеуің қосылып билайын болып кет. Әпше, жаным, мен әпшеммен ағамның бейіне күшті ырза болдым ше. Не жұмысың бар менде дейді. Қойсай деп қояды ағам да ше арасында. Ең соңында әпшем көнбей қап еді, кетші деді ағам. Ырза болдым. Әпше, атыңыз кім? Айшынар. Айшынар әпкеміз қалай биледі ағайын? Аға, атыңыз кім еді? Еріш ағамыз қалай биледі? Ойбай жаным, өзіңіз осы кісіге дауыс беріп атсыз ғой. Бүгінгі тойда бас жүлдені газовый плитаны ұтқан Еріш ағамызға дуғалы шапала. Я подарю вам ландыши от души. Бүгінгі тойда мантаварканы ұтқан Айшынар әпкемізге дуғалы шапала. Рахмет. Енді осы екі кісіден мына заттарды кім ұтып алады? Ау? Бере салайын ба апа? Ана апа, ала сал деді, ала беріңіз. Өлі, құлағым тыныш болсын аға. Апа, ала бер деді. Немене, ана апаға бір нәрсе бергейсіңдер ме? Бәріңнің кричан көп отыр ғой. Шерзаттың кричасы құсап отыр ғой. Рахмет. Ана кісі қайға кетті? Не дейді мұнау? Ей, көке, ана екеуі орнынан тұрды көке. Зардап шек вампирлер тұрды көке десеңдер. Жана! Құдай-ай. Hamalından şey, hamalından şal, Көке, болды, сояқтан таныс іздей беріңіз көке. Арыстан бап жақта таныс жоқ бет. Жаным, біздің үйде де газ бар деп тұрмасын. Рахмет. Ал енді құрметті ағайын, кереметтей өнер көрсетіп жатсаңыздар тағы да керемет сыйлықтарымызды ұсынатын боламыз. Енді
әзілімен, әзілің жараса атаңмен ойна дейді, кімде кімнің көңіліне тиер сөз айтсақ алдын ала кешірім сұраймыз ағайын. Мен енді барша қыздың тілегі қыдырдың тілегі деп қазақ атамыз бекер айтпаған. Мен енді ортаға барша әулеттің қыздары, әпке жезделер, жиендер, қыздар күйеу балдар және осы Нақып көкемнің ұжымдастары, Айсұлу анамыздың ұжымдастары, ақ қалатты абзал жандарды Ақтілектің алаңына әпке жезделермен бірге шақырамын. Бөлеген Закира, Сәуле Ұлықбек, Гүлсім, Ерлан Ашка, Барлыбай, Бақа Мұхтар, Қалдар, Самат, Қайрат, Ержан, Ордабай, Рабиға, Самат, Ербол, Қайрат, Талғат, Динара Гүлжан дейді, Манат, Сәбит, Берік, Досжан, Марат, Ләзат, Бағдат, Талғат, Махмұт, Нұрбек, Нұржан, Қыдырәлі Берік, Асыл атты барша әпке жезде жиен бөлелер, жиендер, Жанболат, Нұрболат, Нұрсұлтан, Нұрболатты әпке жезде жиендер, қыздар күйеу балдар, және де ақ қалатты абзал жандар, Нақып көкем мен Айсұлу анамыздың коллективі, және медицина қызметкерлері, Құрбан атаның қыздары, Айсұлу анамыздың бауырлары, Ербол, Гүлзира, Жанболат, Бақыт, Абзал, Нұрахмет, Раушан, Гүлзира, Гүлжан, Перизат, Тариға, Гаухар, Әлімжан, Ерсұлтан, Нұржамал, Жаңыл, Сұлтан, Өркен, Абдырахман, Мұрат, Мақсат, Мақпал, Салтанат, Серікгүл, Шәки, Әсел, Ақнұр, Гүлнар, Жәмиле, Сабир, Ләзат, Толқын, Тұрсынай, Арай, Ақмарал, Айшолпан, Лаура, Ардақ, Манат, Ләйла, Ақбота, Әйгерім. Келіңіздер барша әріптестер, әпке жезде, жиендер, қыздар, күйеу балдар. Атым аталмады, түсім түстелмеді демеңіздер. Баршаларыңызды той төріне шақырамыз. Шаттап алғандарымды менің, жан дүниемді дертке толған, жанарымнан зерттеп алған ғалымы менің. Талған басқан мен секілді, мүмкін емес сен секілді, сәт сайын мынау. Жүрсем де мен қандай жолмен, сен деген қандай. Қош келдіңіздер, құрметті де қадірменді әпке жезде, жиендер, қыздар, күйеу балдар және 24 сағаттың кемі 16 сағатын жаныңда сырлас болған әріптестер қауымы, қош келдіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Енді құрметті ағайын, қыздың тілегі қашанда тілектес, тілеулес болғаннан кейін мен осы әпке жезделерден, үлкендерінен бастайын. Әрмен қарай әріптестер өздеріңіз сөйлей жатарсыздар. Ең бастысы жаңағы маған айтып ескерілген нәрсе дайын тұрса болды ең бастысы. Сіз ғой, дайын тұрсаңыз болды. Әпкелерге ұсынайық. Пенсия той бейнеттің, зейнетін көр. Құдай қаласа ұзақ өмір жасаңыздар. Ол қыздың қызығын көріңіз. Өссін, өнсін, бақытты, дәулетті болсын бала-шағаң. Тойларын тойғаласа берсін. Аман болайық. Осылай барлықтарыңызға жұғысты болсын. Құрметті көпшілік қауым, бүгін мінеки менің ағам мен жеңгем дүбірлетіп, бала-шағасы кереметтей қылып, көпшіліктің басын қосып, үлкен мерейтой жасап беріп жатыр. Аға жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Той тойға ұласа берсін. Құда қаласа бейнеттеріңіздің зейнетін көруді жазсын. Әрқашан дастархандарыңыз кеңге жайылып, тойға жайылып, барларыңыз берекеге, берекелеріңіз мерекеге ұласа берсін. Тек жақсылық бола берсін. Енді мынау өзіміздің Нақып ағамыздың інілерінің, қарындастарының атынан ағамызға алтын жүзігіміз бар. Соны табыстауға рұқсат еттіңіздер. Асылзат? Ағама. Тағы да тоқтай тұрыңыз. Нақып ағамның інілерінің және қарындастарының атынан алтын жүзік. Тағы да ағама өзімнің отбасымнан атынан шуба және алтындай айдай сұлу жеңгеме алтын жүзігім бар. Табыстауға рұқсат етіңіздер. Қанеке Айболтай, мінеке ағама шуба, жеңшеме алтын жүзік. Арнайы Нақып көкемнің қарындастарының атынан, інілерінің атынан алтын сақина. Және қарындасының аты кім? Ләзат қарындасының жеке атынан, жұбайының атынан көкемізге шуба. Және жеңгесіне алтын сақина. Рахмет, аман болыңыздар.
менің ағам мен жеңгемнің бүгінгі қызықшылығына келіп жатқан ағайын туыс, құда, жекжат, бауырлар, сіздерге алғысым шексіз. Той тойға ұласа берсін. Не деймін? Жаным, тәтем, ағам, бауырым, жеңшена бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Құда қаласа, мың жасаңыздар. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Алланың берген жасын жасап, мынау әдемі алтын асықтай ұлды қыздың ортасында, немере шөберенің ортасында әдемі қартаюды нәсіп етсін сіздерге. Шаңырақтарыңызда тек қана жақсы тойлар болсын. Соның куәгері болып, қыз деген тілеулес қой. Біздер тілеулес болып келе берейік. Дендеріңіз сау болсын. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің де тәтеме шапан шаттығым бар, жеңшеме жақсы камзолым бар. Сосын алтындай жарқыраған жеңшеме алтын жүзігім бар. Табыстауға рұқсат етіңіздер. Шіркін-ай, қыз деген қонағың деген осы екен ғой шіркін. Көке көрдіңіз ба? Өзі қазақта керемет сөз бар. Жердің тайғақтығын мұздан көрдім, астың ащылығын тұздан көрдім. Жас кезінде қыз баланы мен сөнбеуші өскеннен кейін рахатты қыздан көрдім дейді. Аман болыңыздар. Енді мен әріптестер қауымына ұсынайын, осы сәтті пайдаланайын. Төрт көзіміз түгел кезде. Ал құрметті ағайын, назарды ортаға салайық. Осы менің Нақып көкем мен Айсұлу анамыздың әріптестеріне бір ауыз микрофонды ұсынайық. Мұқият тыңдаңыздар ағайын. Ал құрметті тойға жиналған қауым, бүгінгі көкеміз бен апамыздың тойы құтты болсын. Сіздерді әріптестеріміз медицина саласының атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер, той иелері. Құрметті Нұрсейітов Нақып, Қамбарбекова Айсұлу апайым, сіздерді Отырар аудандық ауруханасының ұжымы зейнеткерлікке шығу мерейлі тойларыңызбенен шын жүректен құттықтайды. Сіздер өздеріңіздің өмір жолдарыңызда кездескен сан қилы қиындықтарыңызбен табандылықпенен жеңе отырып, үлкенге ізет, кішіге ұлағатты жанашыр жан бола білдіңіздер. Тәжірибеңіздің арқасында сеніп тапсырған жұмыстарды адал да әрі сапалы атқаруға жұмсап келесіздер. Міне осының барлығы сіздерге туған халқыңыздың берген бағасы әрі ақ батасы деп біліңіздер. Өмірлеріңізде әрқашанда жақсылық пен ізгілікке, қуаныш пен шаттыққа толы болсын. Мерейлі мерекелеріңіз қызықты, алдағы өмірлеріңіз бүгінгіден де шуақты бола берсін. Отбасыларыңызға амандық, денсаулықтарыңыз мықты болып, балаларыңыз бен немерелеріңіздің ортасында өмірлеріңіздің қызығына кенеліп жүре беріңіздер деп біздің аудандық аурухананың, Отырар аудандық ауруханасының бас дәрігері Бауыржан Әбдімәлім, кәсіподақ ұйымының төрағасы Абзал Мәмбетәлі және осы ұжымдастарымыздың атынан құттықтаймыз. Екеумізге бірде адресат бар, арнайы шапан-шаттық бар, тапсыруға рұқсат етіңіздер. Және мұнда қыздарыңыз бар, арнайы сыйлықтар бар екен, өздері тілектерін айтып тапсырсын. Аспаңыздар, тапсырып алсын, Бекалинаға қаншадан жинадыңыздар? Құдай қаласа жаңа ел боламыз. Сол кезде күшті қылып шығарып салатын боламыз. Сіздер пенсияға шығам дегенше күшті қылып шығасыздар, уайымдамаңыздар. Бұл кезде дәу 100 литрлік Бекалина аласыздар сіздер, уайымдамаңыздар. Жаңаға тілек айтатын қыздар бар деп еді, өздеріңізге ұсынамын. Бүгін Отырар ауданында керемет тойханада, Нұрсейітовтер әулетінде Ақтүйенің қарны жарылған керемет той болып жатыр. Нақып, Айсұлу, мынау жаңағы зейнеткерлік тойларың құтты болсын. 40 жылдан аса еткен еңбектеріңнің, бейнеттеріңнің зейнетін көріңдер. Мына бала шағаларыңа мыңда бір рахмет, мыңда бір алғыс. Екі дүниенің байлығын берсін, бақытын берсін. Ол қыздарың дәулетті болсын, Құдай қаласа. Осы той, осы отырған кісілердің бәріне де жұғысты болсын. Біз мынау ұжымдас болғанменен, ұжымның ішінде мынау Айсұлудың Құрбан ата ұрпағынан тараған туысқандарымыз, мына қыздардың бәрі осы Айсұлудың бауырлары. Нақыпқа да бөтендігіміз жоқ, жан жағынан туыспыз,
бауырымыз. 40 жыл бір мекемеде бір шаңырақтың астында еңбек еттік. Екеуінің ауданға деген сіңірген еселі еңбегін жаңағы Гүлзира Өтебайқызы айтып кетті. Өте керемет қызмет жасадыңыздар. Елдің алғысына бөлендіңіздер. Әлі де мына бала шағаларыңыздың, ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің рахатын көріп, елдің алғысына бөлене беріңіздер. Біздің Айсұлуға бриллиант жүзігіміз бар, нақыпқа ақшалай сыйлығымыз бар, өз қалағанын алсын деп. Соны арнайы табыс етейік. Медицина саласында мамандығыңыз не? Акушер. Бәсе, серьезнейсіз ғой, жота. Сәл эмоциямен айтыңызшы. Алтын жүзік деп айтыңызшы, әпше. Бұл кісі әбден бір жерге қарап эмоциясын жоғалтып алған уже. Шынымен ғой, эмоция жоқ та уже. Алтын жүзігіміз бар, атымыз бар. Әдемілеп, негіз күшті заттар әкеп атсыздар ғой, айтыңызшы сөйтіп. Жауһардан жасалған алтын жүзігіміз бар. Жаным, сіздің эмоцияңыз жауһар болды ма? Эмоция деген бетте болады ғой әпше. Сұлу болсын. Ұжым ба? Тілек айтасыз ба? Көкемнің ұжымы ма? Ойбай, рентген сөйлесін. Құрметті тойға келген қауым, той құтты болсын. Ақылай, Айсұлу, тойғаныз құтты болып келе қалса, зейнет жасаңыз, бұдан да жақсы алда жүре беріңіздер. Өзіңізді қуанышты отбасыңыз аман болсын, той құтты бола берсін, бізге де жақсы болсын. Çok қуанышты. Сіз қай мамандығысыз врачтың? Рентген. Рентген? Жаман ұятсыз екен сіздің артыңыз. Қиындау екен, мынау бар ма? Не айтасыз? Құрметті бүгін құрметті қонақтар, бүгін керемет, біз ағамыз бен жеңгеміздің керемет зейнет жас тойының куәсі болып отырмыз. Ең басты ағам мен жеңгеме денсаулық тілеймін. Құда қаласа 100 жасаңыздар, дендеріңіз сау болсын, өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың рахатын көріңіз. Жүрер жолдарыңыз ұзақ болсын, шығар тауларыңыз биік болсын, көретін рахаттарыңыз молдан болсын дегім келеді, тәте жеше. Сіздерге семьяда өзі әке семьяның тірегі болса, ана жүрегі. Жүрек мықты жерде, ол ешқандай тоқтамайды деп ойлаймын. Менің інілерімнің мықты азаматты өсуіне, менің жеңгемнің үлесі зор деп ойлаймын мен. Әрине ол ер адам, сырттың адам болғаннан кейін, үйде баланың тәрбиесі ананың тірлігі болғаннан кейін, мен інілерімнің жақсы азамат болып өскеніне мен жеңгеме көп рахмет айтқым келеді. Жаным Сәби, Бағлан, сендерге мен сондай бүгін риза болып тұрмын. Менің ағам мен жеңгеме осындай керемет той жасап беріп отыр. Барлық адамға бұндай бұйырмайды. Бұл 63 жас той жасау деген әкеме, ағама деп ән айтып жатсыздар, мен қандай риза болдым шынымен. Бұл барлық адамның басында бола бермейді. Мен өзім ойладым отырып, шіркін менің әкем бұндай жасты көрмей кетті ғой деп. Бірақ ағамның осындай жасты 63 жасқа толып көргенде мен өте қуандым. Тіл көзден аман болыңыздар, Құдай қаласа. Осы ұл қыздарыңыздың рахатын көріңіздер, 100 жасаңыздар деп айтқым келеді деп қана. Осыдан немерелердің рахатын көріңіздер, шөберенің алақанынан май жалаңыздар, тек қана жақсылықтарды куәсі бола берейік. Кеше аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойға жиылған қауым, нағашеке, жеңге, бүгінгі зейнет тойларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, бұл күнге жеткенде бар, жетпегенде бар. Басқа ғана ендігі зейнетке шығарындарға жұмыс қала берсін. Арамызға қосылып жатсыздар, Құдай қаласа. Не дейміз, дендері сау болсын. Некіре, шөбере, бәрін қызығын көруге. Тек қана той болсын, жанұяларыңызға. Сау. Рахмет ет халқын сосылай, жиналыстырмай. Әпше, мен де түсінер сізді. Өзі қыздардың ішінде мінезі осы кісі дедім. Өзі мінезді қыз или жылап жегет, или шулап жегет деген сөз бар қазақта. Қалғанымыз қосыламыз ба, қосылмаймыз ба? Құрметті Нақып ағай, Айсұлу әпше, бүгінгі көптен күткен мерейтойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрдайым осылай ұл қыздарыңыздың қызықшылығын көріңіздер. Осы медицина саласына сіңірген еңбектеріңіздің зейнетін көріп,
үлкен ақсақалды ата, үлкен әже бола беріңіздер. Тек қана отбасыларыңызда той қуаныш болсын. Бізде балалар бөлімінің атынан алтын жүлдеміз бар. Рахмет. Тағайық. Жақсылап тағайық. Не, асықпаңыз. Жаныңа вообще біреу жұмысқа кіргізетін адам болса түгелдеп кеттіңіз ғой, қойыңыз шәке. Келіңіздер бір естелікке суретке түсейік. Мектепке жұмысқа кіргізетіндер жан-жағынан шығады ғой. Келіңіздер, жақсылап естелікке суретке түсейік. Рахмет. Что-то детский кольцо қастар ма? Ұзақ тақтыңыз ғой. Енді бұл балалардан басқа көрмейді ғой бұл кісілер. Тек қана балалар ауырмасын, дені сау болсын. Қазақ елінің дені сау болып, дендеріңізге саулық, дастархандарыңызға байлық, медицина саласымен әпке жезділер алатын пенсиямен миллион теңге айлық тілейді. Жақсы, ақша бұларға да керек, әумин деп кетті бәрі. Бұл дүние дейді. Әрмен қарай Ардақ, осы әулеттің қызы Ардақ, микрофон бердіңдер Ардаққа. Ардақ қайда? Ардақ кет сахнаға шық, арнайы сені шақырамыз. Әулеттің қызы Ардақ болса сіз берді. Ардақ қыздарыңыз биге шақырады, құрметті ағайын. Жоқшағылы би болсын ағайын! Bile
рахмет жыртылғасын. Құдай қосқан көршілер, Жұмажан атамыз бастаған серік қыз Гүлмира, Дербіс, Айша, Мақсұтхан Мираш, Нұрғали Батырғазы, Әуелхан Асқан Ербол Тахан, Мақсат Біржан бастаған Құдай қосқан көршілер, және осы менің Нақып көкем мен Айсұлу анамыздың кластастары Арыстан, Күлайдар, Әшіргүл, Сарагүл, Леспек, Таңатар, Нұрлан, Ортай, Болат, Базархан, Дүйсенәлі, Мәдина Нұржан Нышан, Нұрмахан Мирамбай, Доғдархан дейді, Бақыт Баян, Мұхан, Еркінбек, Еркін Гүлмира, Ләззат, Балғабай, Гүлсағат, Оразгүл Гүлжан, Гүлмира, Лабай, Жанкелді, Мираш, Ләззат атты кластастар және мейірімді жандар достар, мен сіздердің аттарыңызды атамайым, түстеріңізді түстемеймін. Нағыз мейірімді дос болған жандар сіздердің баршаңыз той төрінде шақырамыз. Келіңіздер, жас астарына бас қосып түсінсін, мұнан дастархандан тойға жайыла берсін, мұнан немере шөберелердің қызымен көріп ортамызда күліп ойнап жүре берді. Енді 40-тың бірі қыдыр 1000-ның бірі уәли дейді ғой, осы көптің тілегі табы болсын. Құдашаны сыйлайық, анамыздың кластастарынан бастайық деп жатыр. Құрметті тойшыл қауым, мынау керемет әдемі жерде керемет той болды, өздеріңіз куә болып отырсыздар. Бүгін мынау біздің Нәкең мен Айсұлудың зейнетке шыққан тойы құтты болсын. Қазақта айтады, екі дүниең абат болсын, қос тойың қабат болсын деп. Міне сіздер нағыз бақытты жандарсыздар. Екеулеріңіз 40 жылдан астам уақыт ауданның ең күрделі де, қиын да, қызықты саласында бірге еңбек еттіңіздер, бірге жүрдіңіздер. Енді міне керемет зейнет жасына толып зейнетке шығасыздар. Зейнет жастарыңыз құтты болсын. Қашанда жүздеріңізден күлкі кетпей, осы ұл қыздарыңыздың ортасында гүлдей жайнап, Нәкең екеуіңіз бірге қызығын көріңіздер, рахатын көріңіздер. Біз мынау Маяғым ауылында Айсұлу менен бірге оқыдық, содан бері әлі бірге келе жатырмыз. Қызығымыз да, қуанышымыз да бірге. Барлық уақытта ынтымағымыз ажырамасын, абыройларыңыз арта берсін. Осы тойда біз куә болып отырмыз. Жаңа ұл қыздарыңыз керемет әдемі ақ тілектеріменен шығарып отыр сіздерді. Ұл қыздарыңызға үлкен рахмет. Осындай бақыт екінің біріне шынында да бұйырып атқан жоқ, сіздер бақыттысыздар. Бақыттарыңыз баянды болсын. Рахмет аға. Нақып, қаласарсын. Айсұлу, негізі мен нағашым Айсұлу. Амна болдың зейнеттік жастарына жасқа толғандары құтты болсын. Бәрімізді зейнеттік жасқа шықтық қой енді. Сен енді бақытты, шамал кештеу шабатсың, құтты болсын. Ештен кеш жақсы дейді. Мынау енді дендеріңе салық, ертеңі мынау ұлғыздарына сыйлап атыр. Тойдан тойға болсын, дендерің сау болсын. Жалпы барлықтарыңыз құтты болсын. Ол зейнеттік жасқа бәрімізде шыққан, бірақ бұл уақытқа ерекше той болып тұр. Тамады саған рахмет. Қызық отыр мен саған. Нәге той құтты болсын. Мына балдарыңа рахмет. Абдығол сыйлап атыр. Бағлан, Сәйбек, рахмет. Рахмет. Сіз де біздей болғансыз, біз де сіздей болармыз, Құдай қаласа. Аман болыңыз көке өзіңізге.
құрметті қонақтар, мынау құрметті осы жиынға азаматтар, бәрімізді белгілі Нақыппен Айсұлу тойы. Бағана кірер тізімдерде осындай лента көрдік, басқы көрдік. Ол сенің сыйластығың, сенің бала-шағаның осындай құрметі. Сауға рахмет, денің сау болсын, амандық болсын. Қаласы осындай жақсылық бола берсін. Бәріміздің тойларымызда осындай жақсылық болып, осындай той жабылсын. Рахмет, әпшелерім. Құрметті тойшы қауым, бүгін бір керемет той болып жатыр. Біздің Нақып досымызбен Айсұлу досымыздың зейнетке шығу тойы. Бұл деген керемет той. Адамға бұйырса, Алла қаласа, осы зейнет жас. Бір жерде 40 жыл жұмыс істеп, еңбектерінің, зейнеттерінің, мысалы, бәріне билеттерінің зейнетін жеңдер. Өсіріп жатқан ұл қыздарының қызын көріңдер. Той керемет болып жатына. Балдарға рахмет, Сәбит пен Бағланға, келіндерге, қыздарға, ағайынға, осы той көпшілікпен тек баршаңызға рахмет. Той көріңіздер, осы алтын уақыттарыңызды бөліп келген баршаларыңыз той көріңіздер, той жұғысты болсын. Осы аман болайық, той тойға ұлассын. Бірге қартайыңыздар. Болды ма? Қосыламыз ба? Қапанасы жоқ па? Қосылайық. Енді бір естелікке суретке түсейік. Мен енді 62-лерді білем ғой. Сөзден көре іске шебер 61-лер. Ой шіркін, оңай емес. 61-дің жігіттері де қыздардан ардай. Жақсылап түсір, ана төбедегілерді күшті алшы. Мен сол кісілерге ырза болдым. Осы именно 4 кісі бүгінгі тойда күшті көңіл күймен отырды. Керемет. Аман болыңыздар. Дүние тұрғанша тұрыңыздар деп тілек айтамыз. Сый-сияпаттарыңызды ұсынайық. Жабатын шапан, тағылатын алтын берілетін сый-сияпаттарды ұсынып, тек қана антракты би, құрметті ағайын, кімде-кімнің көңіліне тер сөз айтсам алдын ала елдің алдында басымды иіп кешірім сұраймын, құрметті ағайын. Тек қана той жақсылықта жолығайық. Мейірімді жандар аман болсын. Шоқ-шоғынан би болсын, аруай күрейоса.
тағдырына